Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз сіздермен қазақтың ұлттық тағамдарының бірі қуырдақты әзірлейтін боламыз. Видеоны толық көруге кеңес беремін. Мен қуырдаққа сиыр етін қолдандым, және оның бауыры, кішкене жарты, және жарты өкпесі, кішкене жүрегі, және бөтеке май қолданатын боламын. Бұл өкпемізді біз бірінші турап аламыз да, үлкен қылып бос ыдысқа салып қоямыз. Яғни біз өкпемізді қуырдақ қуырып болғаннан кейін соңында салатын боламыз. Сәл пісуге жақындаған кезде саламыз, болмаса бауырларыңыз қатып қалуы мүмкін. Сондықтан соңында салуға кеңес беремін. Мен бауырымды турап болып ыдысқа салып қойдым. Және өкпемізді алып, оны да үлкен етіп тураймын. Және сиыр етінде мен үлкен етіп тураймын. Өздеріңіздің еріктеріңіз, кішкентай турасаңыздар да, үлкен турасаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Негізі үлкен тураған қуырдаққа әдемі көрінетін сияқты. Және мен қуырдаққа 7-8 штук картоп, 1 штук пияз және чеснок қолдандым. Чеснок қоссаңыздар, қуырдақтарыңыздың дәмі өте дәмді болып пісетін болады. Мен картопымды 2-ге бөліп осылай турап аламын да, 1 дана пиязымды алып, оны да 2-ге бөліп майдалап турайтын болам. Мен 1 дана пияз қолдандым. Негізі мен пиязым үлкен болғандықтан мен 1 дананы алуды жөн көрдім. Негізі 2 штук қосасыздар сіздерде, егер орташа көлемі болса. Және чесногымызды да пиязымызбен бірге турап аламыз. Өте қатты майда қылмайсыздар. Кейін жаңағы қуырдағымызға қосатын бүйрек майымызды да сұйық майымызбен бірге қуырып аламыз. Қазір қызып тұрған қазанға екеуін әдемі қуырамыз. Міне мен бүйрек майымды әдемі қызартып қуырып жатырмын. Дәл осы сәтте біз етімізді саламыз. Ол етімізді де әдемі қызартып қуырамыз, бірақ көп қуырып жібермеңіздер. Егер көп қуырып жіберсеңіздер, еттеріңіз қатты болып қалуы мүмкін. Сәл қуырасыздар да су құйып, қақпағын жауып бұқтырып қоясыздар 1 сағат уақытқа. Қуырдағымыз әдемі болып қуырылып жатыр. Дәл осы сәтте біз пиязымызбен турап алған чесногымызды саламыз. Оны да әдемі қуырып аламыз, араластырып, қақпағын жауып бұқтырып қоямыз. Және дәміне қарай тұз салатын боламыз. Араластырып әдемілеп жақсылап қуырамыз да, қақпағын жауып бұқтырып қоямыз. Міне бұқтырып жатқаннан кейін 1 стақан су құйып жібереміз да, оны да жарты сағат уақытқа бұқтырамыз. Сол кезде еттеріңіз өте жұмсақ болып пісетін болады. Картопымызды саламыз дәл осы сәтте. Картопымыз піскеннен кейін жаңағы бөлек турап қойған бауырымызды саламыз. Оны да 5 минут уақытқа бұқтырып қоямыз. Бауырымыз пісу керек, қатты болып қалмасын. Міне біздің қуырдағымыз дайын болды. Табағымызды алып, қуырдағымызды әдемілеп саламыз. Өз еріктеріңізге қарай пиязбен әсемдесеңіздер болады. Көк пияз, түрлі заттармен әсемдесеңіздер болады. YouTube каналымызға жазылып, комментарий жазып
лайк басып отыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.